Сәлем достар, қалайсыздар? Мен декретте отырған анамын. Енді декреттен шығып жатырмын. Енді осылай бутик алып, өзім жұмыс істеп көргім келеді. Мен офисте жұмыс жасадым, 150-200 мың аралығында ақша таптым. Бірақ өзім жұмыс істесем, қандай пайда болады деген маған маңызды сұрақ та. Соны істеп көргім келеді. Бутик арендовать етемін. Оған полкалар сатып аламын, соның бәрін сіздерге көрсететін боламын. Қазір біз полка алуға баратырмыз. Содан кейін 3 полка алдық. Осы полкалардың әрқайсысын 25 мың теңгеден алдық. Мына бутиктің ішін қазір сіздерге көрсететін болам, арендасы туралы айтамын. Тойбастар жасап, өзім жұмыс істеп көргім келеді. Целый день офисте таңнан кешке дейін отырғаннан, например, осылай өзім жұмыс істесем қалай болады екен деген сұрақ. Себебі мен декретте отырғанда күніне 2 сағат бөліп 100 мыңнан астам ақша тауып отырдым. Ал егер целый день заниматься етсем осымен, онда қалай болады екен? Вот сондай эксперимент жасағым келеді. Сіз менімен бірге болыңыз, көрсетем, қалай болатынын барлығын көресіздер. Барлығын қалай бәрін бастаймыз, қанша кетеді, чек-лист бәрін көрсететін болам. Бүгінгі жұмыс осымен тамам. Бітірдік, полкаларды тастадық, бүкіл заттар, принтер, ноутбук, стол бәрін тастадық, тұрдық. Енді бүгінге осы жұмыс бітті. Ертең әрі қарай жұмыс жасайтын боламыз. Қанша пайда табам, қанша ақша табам, или вообще убытыққа кетем ба, оның бәрін сіздерге көрсететін боламын. Сіз мен арнамнан ажырамаңыз. Каналға міндетті түрде подписка жасап қарап отырыңыз. Сіздерге честно өзімнің опытымды